Менің қорғауымда Әлібаевтарға қатысты істер бар. Яғни Әлібаевтар бұған дейін өзінің жаңағы Алматы облысы Жамбыл аудандық полиция басқармасының қызметкерлерінен таяқ жегендігін, сонымен қатар сол ауылда, Ұзынағаш ауылында үмбетовтерге қатысты өзін ұрып соғу, қаланы жаңағы далалық жерге апарып, байлап, ол жақта ұрған деген уәждерін айтып, осы сіздердің телеарналарға шыққан болатын. Мен Әлібаев Мадияр Тұңғышбекұлы, осы жерде мал бағам, осы жерде. Осыдан 2 жыл алдын Үмбетов Ғабиттің 55-60 бастай жылқылар жоғалып, соны бізден көріп жатыр да. Осы іс менің өндірісіме қазан айында түсті, яғни 2021 жылдың қазан айында. Содан бері міне қазір уақытта 4 ай уақыт өтті. 4 айдан бері бір түйір жауап алды. Содан басқа ештеңе тергеу амалдары жүрген жоқ. Мен ұрып атқан кезде, мына жаққа бірінші қашарларын алып барып ұрған кезде Сапарды айтасың деді ғой маған. Сол ұрлаған жылқыны, қасында Рүстем деген бар, сол ұрлаған деп. Ұрып соғып мойындатты ғой Сапарға. Айтасың деп мен. Айтпаса, ол жерде біздің ешқандай қатысымыз да жоқ. Арыз түсіріп қылмыстық іс қозғалған болатын, яғни Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қылмыстық іс қозғалған болатын. Сонымен қатар Алматы облысының полиция департаментінде де қылмыстық іс қозғалған. Яғни үмбетовтерге қатысты полиция департаменті, полиция қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қылмыстық іс қозғалған болатын. Бірақ осы қылмыстық іс бүгінгі күнге дейін ешқандай қорытынды бере алмай отыр. Яғни мен өзімнің тарапынан адвокаттық сұрау салдырып, осы жігіттердің осы ұрып соққаннан кейін бұлар жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Жедел жәрдемнің ауруханада 10 күннен астам уақыт ем алған бұлар, сол жерде жатып, сол жақта қандай диагнозбен, қандай жағдайда түскендігі жөнінде мен сұрау салдырғанмын. Мен сұрауыма ол жақтан жауап келді. Жауабында жаңағы жабық бас сүйек миының шайқалғандығын, дене жарақаттарында көптеген жарақаттарының бар екендігін, осындай екеуіне де қатысты осындай дене жарақаттары алғандығы көрсетілген. Осы жарақаттар бойынша да қазір тергеу органдары сараптама тағайындалған, бірақ сараптаманың әлі күнге дейін нәтижесін көре алмай отырмыз, және де тергеу амалдарында ешқандай нәтижесі болмай жатыр. Яғни бұл іс әлі күнге дейін созбалаңға салынып отыр. Полиция департаменті Алматы облысы үмбетовтерге қатысты жауап алынған деп естідім, бірақ әлі күнге дейін беттестіру әрекеттері жүргізілген жоқ. Не себептен екенін түсіндіруді сұрасақ, жауап бермей жатыр. Сондықтан енді мен осы қылмыстық іске қатысты жоғары жақтан басшылар қадағалауға алса, осы істі тездетіп осының әділ шешімін шығарса, кінәлі адамдар өзінің жазасын алса деп айтқым келеді. Бірде-бір кінәлі тұлғалар өздерінің өкініштігін білдіріп, мына жәбірленушілері кешірім сұрау тарапы ешқандай әлі күнге дейін шыққан жоқ. Керісінше солардың ұрып соғуының салдарынан осы жаңағы Әлібековтерге қатысты заңсыз қылмыстық іс қозғалып отыр. Әлі күнге де ол қылмыстық іс бойынша да ешқандай процессуалдық шешім қабылданған жоқ. Кінәсі әлі күнге де дәлелденген жоқ. Бірақ созбалаңға салынып жатыр ол жерде қылмыстық іс. Сондықтан жоғарыда тұрған басшыларға айтқым келетіні, осы қылмыстық іс бойынша тездетіп тексеріс жүргізіп, бір шешімге келтіріп берсе, осы бойынша бір процессуалдық шешім қабылданса деймін.